болсын деп қойған. Күшті. Ал енді сұрақтар болса, Айдана? Я негізі Диана ханымда кей жағдайда бар ғой, мына жерде енді бір неше түрлі махаббат хикаяларын көріп жатамыз ғой. Сол кезде былай сырттан айтамыз да, ой, бұл жерде болашақ жоқ, болды, екі жаққа кетіңіздер деп кейбір кезде артық айтып қоямыз да. А негізі махаббатта болып жүрген екі адамнан артық ешкім ешнәрсе білмейді екен. Осы жерде бұлбұлдың сондай бір білмеймін, ондай қыз баласына даже бір тәнімен сондай бір мужественность болады ғой. Қадамын жасаған кезде сезімін нық-нық айтқандағы енді сенің сондай бір мықтылығың, қайсарлығың, соның барлығы осы ара қатынастың қазір осындай деңгейде өтіп жатқанына бірден бір себеп болып отыр. Сондықтан да бұлбұл, ты красавица, молодец. Диана ханым, Серік қош келдіңіз. Енді көрмегенімізге де біраз болды ғой. Алдын сіз кетіп бара жатқан кезде енді бойдың артынша той деп едіңіз ғой. Тойдың ауылы алыс емес па? Нақты болмаса да кішкене былай айта аласыз ба? Нандай уақытта, нандайдан кейін жоспары қашан? Келесі жылы ма или осы жылы ма? Енді барлығымыз қолдап енді үйлендіріп жібермесек, болмаса жүре беретін сияқты. Тез қолдап той көріп, мына жақтан жіберейік. Я Мөлдір, рахмет. Сұрағыңа рахмет. Мен әке-шешелеріміз, ата-аналары, мен анам кездесіп сөйлессек, сол уақытта шешсек, дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Жалпы өзіңіз былай енді іштей қашанға деп жоспарлағыңыз келеді? 5-6 жылдан кейін? Ойбай. Жоқ, Диана ханым, мен ойлағам қаңтар айында деп. Қаңтар? Бірақ қаңтар айында болмайды деймі? Қаңтар бола ма? Мамырда болмайды деп айтады негізінде. Болды, қаңтарда үйленем, тұрмысқа шығам дегенші бұл. Бірақ енді негізі қазақтарға салса, қаңтарда көп жан той тойламайды. Ой, суық дейді, қыс дейді, қар дейді. Негізі бір наурыз, жылған кезде, көктем. Диана ханым, бізде басқа қалаларда туысқандарымыз көп, басқа Ресей елінде де бар туысқандарымыз. Сол кісілер, мысалы, желтоқсан деп айтсақ, үлгермейтін шығар деп ойлаймын да. Кішкене дұрыс болмайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан біз қаңтар болмаса Ақпан. Мәссаған. Онда бізде желтоқсанда 2 той, бұйырса, Алла бұйырса, Нұрсұлтан мен Зухра ханымның ұзатуы. Одан кейін 2023 жылды бірден дегенде сіздердің тойларыңызбен бастайық деп тұрмыз ғой. Мен желтоқсан дегенде бірінші рет естіп тұрмын. Естімедіңіз бе? Қазір өзін аузы естіп таңғалып тұр ма? Дайынсыз ғой негізі сіз? Я? Жоқ, енді сасып қалымды, желтоқсан деп қалай деп, маған мүлдем ондай әңгіме айтпаған просто. Бірақ сіздерде әлі ұсыныс болмады ғой, әлде мен ұмытып тұрмын, болмады, е? Оны жасау керек бұйырса. Міндетті түрде жарнамада сол жағын ақылдасып алайық, одан кейін жалғастырамыз. Серік мырза күле береді әйтеуір. Бұл айтпа деген күлкі сияқты. Негізі сондай. Айтуға бола ма, Серік мырза? Диана ханым, бастап қойды ғой, енді айта берсін. Қызармаңыз. В общем, негізінен де Серіктің мінезін барлығымыз енді көріп қалдық қой, шәде любой ситуацияға резко реагировать. Қызба мінез. Мысалы, кеше бір енді қандай ситуация болғанын ашып айта алмаймын, бірақ кеше қызба мінезбен кішкене ауыр сөйлеп жүрген моменттер болып қалды да. Қызғаныштан ба? Жоқ. Ашуланып, е? Өзіме өзі ашуланып, өзінің нандай затты разукрашивать етеді да. Егер мысалы мен бір жаққа барғым келсе, сен сол жаққа жігіттермен барғым келдің ба деген сияқты қылып, ол разукрашивать етеді, Серік. Содан кейін кеше мен кішкене үндемей отырдым. Көп сол ситуацияны көп үндемей қалды. Шыдап отырдым, үндемей не істейді екен, айтады екен деп, әлі айтып жатыр. Мен өзім ойымда ақырын түсіндіріп жеткізсем, жоқ. Бәрі мен тыңдамайды, тыңдағысы да келмейді, өзіндіктен нақты тұрда, жоқ, сен сондайсың, либо сен сөйткің келді, бүткің келді деген сияқты. Мен үндемей қалдым да, жылап қалдым. Онда ол көрген жоқ, потом машинаға отырдық, потом айттым, Серік бір жерге тоқта, дұрыстап, жақсылап сөйлесейік дедім. Өзі түсінбей қалды, бір жерге тоқтап, әңгіме бастадық. Мен даже неден бастарын білген жоқ, мен айттым, мен бұндай грубостьті қайта-қайта көтере бергім келмейді деп айттым. Мен біздің екеуміздің осы отношения құру үшін біз қанша қиындықтан өттік, этаптардан келдік. И қазір екеуміз бірге перетирка характеров дейді ғой, соның бәрін көрдік, мінезімізге бірімізге былай. Мінезіміздің бәрін толықтай біліп алдық та, бірақ содан кейін
уже постоянно бір нәрсеге біз қайтып орала береміз да, Диана ханым, бір мәселеге қайтып орала береміз. Ал ол нәрсемен мен Серікке түсіндіріп айттым, я не хочу с тобой сейчас ругаться или айырылысқым келіп тұрған жоқ, Серік. Просто осы мәселені екеуміз арамызда шешейікші. Сен можешь хотя бы кейбір кезде өзіңді контролировать по отношению ко мне. Ашуыңды контроль ұстай аласың ба? Мен өйткені ондай сөздерді мен қайта көтере бергім келмейді деп мен сөйтіп Серікке түсіндім. Содан кейін әңгіме немен аяқталды? Диана ханым, мен айтып кетейін қалай болған. Мен кішкене бұлбұлды кейбір кездерде түсінбей кететін уақыттарым болады. Сол уақытта сен не дегенің деп сұрамаймын. Соның мінезімде кішкене сондай момент бар. Сізге қызық емес болды? Я, мен қалай түсіндім? Солай болды. Хотя бұлбұл басқа түрде айтып жатыр да бұл әңгімені. Мен сол кішкентай затты мынандай үлкен қылып жібере аламын да. Сосын ұрсатыным бар, сондай моменттер бар. Бірақ бұлбұл сұрайды да, мен жас айырмашылығымыз бар, кішкене түсіндірсең, хотя бы мінезін көрсетпесең деп. Мен айтам да, мен осындаймын. Өмірде, алдыңғы өмірде енді мен қазір өзгеріп келіп, сосын өмірде бірге тұрып жатсақ, семья болып жатсақ, жанұя болып жатсақ, сонда сен мені басқа түрде көрмеу үшін сен үйрену керексің да, нужен ли я тебе таким деген сияқты да. Я не показываю себя там с плохой стороны. Вот такое. Қандай бармын сондай? Сондаймын. Сондықтан мен саған керекпін ба, сен маған шыдайсың ба деген сияқты. Мен ойланбай істейтін моменттерім болады. Білмеймін, ол неге байланысты екенін өзім де түсінбеймін. Кейде ауыр сөйлеп қоямын. Сондықтан бұлбұлда мен сенен кешірім сұраймын, бірақ кейбір кезде ты все равно не права. Бәрібір де өзінікінен қайтпайды. Меруерт? Диана ханым, осы мынандай бір сұрақ болып жатыр, түсініспеушілік деп жатсыздар, бірақ енді көріп жатырық, прогресс бар, өте керемет, көз тимесін дегім келеді. Менің қазір айтқым келіп отырғаны, Серік енді бізде профессионалды боксер. Алдағы уақытта кейін отбасы құрып жатсақ, бұлбұл сен осы бір боксының саласында жүре қазіргі алып жатқан жарақаттар енді Құдай бетін аула. Бокс емес, сіздердікі басқаша жекпе-жек қой, тіпті ол жерде қолғап та кимейсіздер сіздер. Қолғап та кимейміз, біздікі кулачный бой. Ол ең ауыр екен, бұл жұдырықтан тиген соққылар өте ауыр келеді негізінде. Негізі бұл сенің ойыңда, бұл жерде сен Серіктің осы нәрсені тастап, басқа нәрсемен айналысқанын қалайсың ба, осы нәрсенің араларында әңгіме болды ма деген сияқты. Әрине, Меруерт, осы әңгіме біздің үлкен дау сияқты болды бұл біздің арамызда. Енді әрине мен Серік үшін уайымдаймын да, алаңдаймын. Алдында шыбын жаным шығып кетті ғой сол кезде, қалай мен жаным ауырды. Содан кейін, бірақ мен максимально түр бермеуге тырыстым да. Мен жаным ауырып тұр, бірақ ничего, бәрі жақсы болады. Мен өзім солай ұстауға мен тырыстым. Бірақ хотя үй барамда бір кезде уже шыдамадым да, Серік жерде отырып баж етіп жылап алдым, короче. Қатты уже эмоциям бәрі шығып кетті, шығара алмадым да. И былай қараймын да, ол басында айтты, расымен де маған бұл керек емес шығар. Уже мен бәріне дәлелдейтінді дәлелдедім ғой, деп өзі сөйтіп айтты да. Потом бір күннен кейін не істейсіз бой туралы әңгіме қоза кетті. Мен по-любому барам дейді. Мен по-любому барам, мен дәл соңына дейін барам деп айтқаннан кейін мен уже қайтадан шошып бастадым. Енді ол туралы Серіктің өзінен сұрау керек шығар екен. Онда былай істейік, Серік мырза, алдағы уақытта қайтадан жекпе-жектерге шығу жоспарда бар ма сізде? Диана ханым, бар. Шын ба? Шын. Неге? Себебін түсіндіріңізші. Сіздердікі шынымен де өте күрделі спорт тұр ғой. Енді негізі спорттың оңайы болмайды деп айтып жатады, бірақ енді сіздердікі өте қауіпті. Жекпе-жектен кейін мынандай жағдайым болды. Бір өмірге бір көңілім болмай. Түңіліп кеттіңіз. Түңіліп кеттім, иә. Сонда қайдағы жекпе-жек түріме қарадым, қайдағы жекпе-жек маған не керек болды деген сияқты ойларым болды. Айнаға қарадым, өзіме қарадым, неге өз-өзіме аямаймын деген сияқты. Бірақ бір 2 күн өте келе. Кішкене көгергендері қайта бастаған кезде дейсіз ғой, Иә, көгер қайта өзім мұнай бастағаннан кейін ойладым, почему я должен там быть деген сияқты да. Өзім адреналин. То, что в жизни мне не хватает. Сол жерден аласыз, сол алаңнан аласыз, өзім сол жерден аламын, сондықтан өзім рахат сезінемін. Білмеймін, жарақаттарым бар, ол өмірімде бір зияны келетін шығар.
бірақ это моя жизнь, да, я живу этим, мне это нравится. Сізге сол сәт, сол момент ұнайды бәрібір, иә? Иә. бір жағынан ойлаймын, ақыры қолынан келіп жатыр ма, ақыры бір құлшынысы болып тұрса, мен что требуется? Мен жаңа әйтеуір поддержка беріп жүргенім ғана требуется, наверное. Дұрыс. Енді сондықтан айттым, енді қандай жағдай болмасын, қандай жол таңдасаң да, Серік, мен сені қолдаймын, бірақ дедім, чтобы ол сенің денсаулығыңа зақым келтіретіндей болмау қажет деп айттым ше Серікке. Енді түсінгенде болды, әрине біз оны ол денсаулығына зақым келе ме келмей ме әлі угадать ете алмаймыз ғой. Бірақ сонда да уайымдаймын, бірақ бұл у Серика қайтсын болады, хорошо получается дейді ғой. Қолынан келетін зат болғандықтан мен оған сеніп тұрмын да Серікке. Және соңғы жекпе-жекте сіз сол жерде болдыңыз ба, әлде сәл алыстау болдыңыз ба рингтан? Алыстау болдым. Және ең соңғы раунд па? Иә, үшінші раундта кетіп қалдым. Кетіп қалдыңыз ба? Шыдамадыңыз ба? Қайтсын болады. Иә. Жана ханым, енді ана жерде екі адам да бір-бірін аяватқан адамды көрген жоқпын. Мен ондайды көрмегенмін ғой, даже далада төбелессе де бар ғой, бір жаны ашып қалатын сияқты төбелеседі. Кейбіреулер мысалы жігіттерді бір басқаша да, ал ана жерде ешкімді аямайды. Соңына дейін екеуі де Серік те қайтпайды, ана қарсыласы да қайтпайды. Екеуі де мықты болды. Мен ондай бойды мен шынымды айтсам мен көрген жоқпын. Кәдімгідей мен үшін ауыр көрініс болды дейсіз. Өте ауыр көрініс. Бірақ енді Серік мырза, біреу қой деп айтса, қоя салатын жігіттердің қатарынан емес, егер мен бәрібір ол іспен, ол спортпен айналысам десе, демек бәрібір де айналысады. Ал сізден өзіңіз айтқандай тек қана қолдау, үнемі демеу, жанында мен саған сенем, сен мен үшін ең біріншісің, сен менің чемпионымсың десеңіз, мен ойлаймын Серік мырза үшін бұл жетіп артылатын сияқты. Енді бұйырса сіздерде тек қана жақсы жаңалықтар болсын. Той деп жатырмыз ғой, асықтырмаймыз. Екі жақтың ата-анасы әуелі таныссын, одан кейін үлкендердің дегені болады ғой, бәрібір қанша дегенмен. Сондықтан Серік, сізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Иә, қаласыз ба әлде? Жұмыстарыңыз бар ма? Диана ханым, мен кете берсем. Жарайды. Бұл ренжімейді деген ойдамын. Ау? Иә. Сізбен бір қоштасып айтамын дейді. Сау болыңыз, рахмет келгеніңізге.